Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі өтетін тақырыбымыз ғұн тайпаларының бірігуі. Зерттеу сұрағы: неге Мөде Шаньюй жер мемлекеттің негізі деп санаған? Сабақтың мақсаты: ғұндардың қоныс аудару бағыттарын тарихи картадан көрсету, ежелгі мемлекеттік бірлестіктердің құрылуын түсіндіру. Сабағымызды бастамас бұрын жаңа сөздермен, яғни терминдермен таныс болайық. Әскери демократия, қоғамдық құрылыстың түрі. Шаньюй, ғұндардың мемлекет басшысы. Тайпалық одақ, бірнеше тайпалардан біріккен одағы. Ғұндар дегеніміз кімдер? Олар қай кезеңде өмір сүрді? Ғұндардың негізін қалаған басшы кім? Ғұн тайпалық бірлестігінің құрылуына қандай жағдайлар әсер етті? Міне, осы сұрақтарға жауап алу үшін назарымызды бейне материалға аударайық. Біздің заманымызға дейінгі бірінші мыңжылдықтың ортасында Алтай, Оңтүстік Сібір және Шығыс Қазақстан аумағында ғұн тайпалық одағы қалыптаса бастады. Қытай деректерінде ғұн атауы Хунну деп берілген. Олар Еуразия тарихында жауынгерлік даңқымен атағы шыққан. Ғұн мемлекетінің өрлеуі Мөденің атымен байланысты. Біздің заманымыздан бұрынғы 3-ші ғасырда Мөде Қытаймен соғыста жеңіске жетіп, ғұн тайпаларының басын біріктіріп, билеуші Шаньюй атанады. Оның билігі үстем болып, аспан ұлы деген атаққа ие болады. Мөде Шаньюйдің билікке келуімен ғұндар жерлерін кеңейту үшін көршілес тайпаларға жорықтарын бастайды. Ғұн, Үйсін, Қаңлылар бір-бірімен көрші елдер болатын. Ал ғұндар мен Қытайдың Хан династиясы арасындағы соғыс біздің заманымыздан бұрынғы 188 жылы Хан династиясы әскерлерінің жеңілісімен аяқталады. Мөденің билігін мойындаған Қытай императоры ғұндарға жыл сайын алым салық төлеп отыруға және Қытай ханшасын Мөдеге әйелдікке беруге мәжбүр болады. Ғұндар негізінен киіз үйде тұрған, бірақ қысқы тұратын үйлері де болған. Тері мен жүннен тоқылған маталардан киім киген. Бай ауқатты адамдар киімдерін жібек матадан тіккізген. Ғұндардың материалдық мәдениеті ерекше дамыған. Олар темір және қола өңдеумен қатар қыштан ыдыстар жасаумен айналысқан. Сондай-ақ ғұндарда зергерлік өнерде жақсы дамып, күміс пен алтыннан әшекей бұйымдар жасаған. Біздің заманымыздан бұрынғы 1-ші мыңжылдықта ғұндарда көшпелі мал шаруашылығы жақсы дамыды. Әсіресе жылқы малын ерекше қастерлеп көбейткен. Тарихта Мөде Шаньюй елі мен жерін қастерлеген тұлға ретінде таныс. Аңыз бойынша, көрші Дунху билеушісі ғұндардың жеріне сұқтанып, оны басып алудың айласын жасай бастайды. Алдымен Мөдеге елші жіберіп, сұлу әйелін беруін сұрайды. Мөде, әйелім елімнің садағасы, алсын деп әйелін береді. Дунху елшісі екінші рет келіп, аузымен құс түстеген жүйрік тұлпарын сұрайды. Мөде, тұлпарым елімнің садағасы алсын деп атын бергізеді. Әбден асқақтаған Дунху билеушісі 3-ші рет мал жанға қолайсыз жеріңді бер деген талап қояды. Осы кезде Мөде, әйелім мен тұлпарымды берсем де, өзімнің жеке меншігім болатын. Жердің иесі халық, жер халықтың игілігі. Еліме жерді Тәңір берген. Жер болса, халықта болады, мемлекетте болады. Жер мемлекетіміздің тірегі мен ырысы, құты, оны қалай береміз деп қатты қаһарланып, Дунхуларға қарсы соғыс ашып, тас талқандарын шығарып, жеңіске жетеді. Я балалар, бейне материалда көргеніміздей, Мөде ғұн мемлекетінің негізін қалаушы. Біздің заманымыздан бұрын 3-ші ғасырда Мөде Қытаймен кескілескен ғұн тайпаларының басын біріктіріп, яғни ғұндардың басшысы Шаньюй деген лауазымға ие болады. Ол шексіз билік, яғни аспан ұлы деген мағынаны білдірген. Ғұндардың құдіреттілігі соншалық, олар батыстағы Үйсін мен солтүстігіндегі Саян Алтай тайпаларын өздеріне бағындырды. Ғұндардың әскері. Ғұндар жақсы ұйымдастырылған үлкен атты әскерге ие болған. Олар негізінен садақпен, найзамен қаруланған. Біздің заманымыздан бұрын 1-ші мыңжылдықта ғұндар көшпелі мал шаруашылығымен айналысты. Ғұндардың бейнелеу өнері сақ тайпасына тән аңдық стильмен байланысты. Олар бұқа, бұғы, аққуды тасқа қашап салған. Ол дегеніміз бұқа күш пен билікті, бұғы бақыт пен жақсылықты, аққу отбасының бейнесін білдірген.
Жарайсыңдар балалар. Ал енді бірінші тапсырмамызды орындайық. Сәйкестендір. Яғни тұлғаларды мағынасына сәйкестендіруді орындайық. Ғұндардың билеушісі. Мүдде. Жақсы. Ғұндардың тілі. Ғұндар түрік тілінде сөйлеген. Европаға жорық жасаған ғұн билеушісі. Атақты жаулап алушы ол Аттила екен. Келесі. Мемлекет билеушісінің титулы Шан Юй. Жақсы, жарайсыңдар балалар. Енді екінші тапсырмамызға назар аударайық. Бұл жерде біз хронологияны уақиғамен сәйкестендіреміз. Яғни, біздің заманымыздан бұрын бірінші мыңжылдықтың ортасында Алтай, Оңтүстік Сібір, Шығыс Қазақстан аумақтарында ғұн тайпалық одағы қалыптасқан болатын. Біздің заманымыздан бұрын бірінші мыңжылдықта ғұндар көшпелі мал шаруашылығымен айналысты. Біздің заманымыздан бұрын 3-ші ғасырда Мөде ғұндардың басын біріктіріп, Шанюй деген атаққа ие болды. Өте жақсы балалар. Ал енді келесі тапсырмамызға назар аударайық. Суреттерді мағынасына сәйкестендіреміз. Біздің заманымыздан бұрын бірінші мыңжылдықта пайда болған шаруашылық атауы ол әрине көшпелі мал шаруашылығы. Күш пен биліктің мағынасын білдірген ол бұқа. Бақыт пен жақсылықтың нышаны ол бұғы. Жарайсыңдар балалар. Ал енді отбасының берекесін келтіретін ол әрине бізде аққу. Өте тамаша балалар. Назарларыңызға рахмет.